алдымен ресурстардың тым көптігіне тоқталайық. Бұл мәселе жаңа тіл үйренушілер арасында жиі кездесетін қателік. Көп адам жаңа тіл үйренуді бастағанда әртүрлі кітаптар мен қосымшаларды жүктеп алып, олардың әрқайсысын қолдана бастайды. Бірақ бұл негізінен сіздің уақытыңызды босқа кетіруі мүмкін. Себебі ресурстардың саны артқан сайын сіз нақты бір жүйеге сүйенудің орнына зейініңіз шашыраңқы болып әртүрлі материалдардың арасында адасасыз. Мысалы, сіз бірнеше кітапты алып, олардың әрқайсысын жеке-жеке қарап шығып, соңына дейін жеткізбей қоясыз. Мұндай жағдай бәрімізде болған. Көпшілігіміз оқулықты бір жерден бастап, қызығушылық жоғалса болды, оны бір шетке сырып қойып, басқа ресурстарға ауысамыз. Тіл үйренуге деген құштарлығыңызды азайтады. Ал шын мәнінде бар болғаны бір ғана кітап пен бір ғана қолданба жеткілікті. Бірақ сол ресурстарды дұрыс таңдай білу өте маңызды. Мысалы, оқуға арналған Ассимил кітабының құрылымы өте қарапайым әрі түсінікті. Ол күнделікті өмірде жиі қолданылатын диалогтардан тұрады. Сондықтан тіл үйрену барысында сізге бірден практикалық пайдасын тигізеді. Әрбір сабағы қысқа әрі нақты болғандықтан материалды игеру жеңілдейді. Қосымшаларға келер болсақ, Duolingo тіл үйренуді бастаушылар үшін өте ыңғайлы. Оның негізгі ерекшелігі қарапайым интерфейсі мен геймификацияланған тәсілі. Сіз күн сайын бірнеше минут уақытыңызды бөліп, ойын арқылы жаңа сөздерді, грамматикалық құрылымдарды және сөйлеу дағдыларын дамыта аласыз. Бұл сізге мотивацияңызды сақтауға көмектеседі және күнделікті жұмыс режимін ұстануға мүмкіндік береді. Бірақ ресурстарды таңдағанда ең алдымен өз мақсатыңызды нақты анықтап алыңыз. Сіз қандай деңгейді меңгергіңіз келеді? Егер сіздің мақсатыңыз шетелге саяхаттағанда қарапайым диалогтарды түсініп сөйлеу болса, тек қарапайым сөйлемдер мен базалық сөздерді үйрену жеткілікті. Мұндай жағдайда күрделі грамматика немесе әдеби мәтіндерге уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. Ал егер сіз кәсіби деңгейге жетуді көздесеңіз, грамматиканы тереңірек зерттеп, ресми стильдегі материалдарға көбірек көңіл бөлгеніңіз жөн. Адамдар жиі көбірек ресурс қолдансам, тілді тез үйренемін деп ойлайды. Бірақ бұл тәсіл көбінесе кері әсерін тигізеді. Тым көп ақпарат адамды шаршатып, басымдықтарды анықтауға кедергі келтіреді. Нәтижесінде сіз өзіңізге ыңғайлы материалды табудың орнына қай ресурсты қолданатыныңызды шешуге көп уақыт жұмсайсыз. Ең бастысы ресурстардың саны емес, олардың сапасы мен сіздің үйрену процесіне бейімделуіңіз маңызды. Мысалы, Ассимил кітабындағы диалогтарды оқып, Duolingo арқылы оларды біріктіріп бекітсеңіз, біртіндеп нәтиже көре бастайсыз. Әрбір қадамды жүйелі түрде жасау арқылы материалдарды игеру әлдеқайда жеңіл болады. Сонымен қатар ресурстарды таңдауда асықпаңыз. Әрбір жаңа ресурс сіздің мақсатыңызға сәйкес келетін, келмейтінін тексеріңіз. Бір материалды аяқтамайынша басқа ресурсты қолданбай тұра тұрыңыз. Бұл тәсіл тек уақытты үнемдеп қана қоймай, сіздің мотивацияңызды сақтап қалуға көмектеседі. Ресурстарды таңдаудағы мұқияттылық үйрену процесінің тиімділігін арттыратын негізгі факторлардың бірі.